Сәлем достар, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге түріктердің оригинал рецебімен жасалатын баклаваны дайындап көрсететін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеле кетіңіз. Сондай-ақ видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ескере кететін жайт, баклаваға міндетті түрде бірінші сұрыпты бидай ұны пайдаланылады. Електен өткен ұнымыздың ортасына осындай ойыс жасаймыз, және де тұзымызды сеуіп, суымызды құйып, 2 жұмыртқамызды салып, ұнның іш жағынан ортасына қарай қамыр илейтін боламыз. Жақсылап иек қануы керек, сол үшін де 15-20 минуттай осылай илейтін боламыз. Жалпы ұнның тығыздығы әртүрлі болатындықтан мен көрсеткен мөлшерден ұн аз немесе көп кетуі мүмкін. Ең бастысы осындай қатты қамыр болуы керек. Осы қамырымызды салафанға салып, бөлмеде 40 минуттай ұстаймыз. Негізі көп ұстаса жақсы болады. Және 40 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, бірдей 8 бөлікке бөлеміз. 8-ге бөлген қамырдың 4-еуін осылай дөңгелектеп орап, салафанға салып қоямыз, ал қалған 4-еуін қазір жаятын боламыз. Баклава қамырын жаюға міндетті түрде жүгері крахмалын пайдаланамыз. Картоп крахмал немесе ұн пайдаға аспайды, себебі ол жабысып қалады. Және де осылай аямай толтырып сеуіп алғаннан кейін қамырдың шеткі жағын осылай жіңішкертеміз. Одан соң бірінің үстіне бірін қойып, шет жақтарын оқтаудың көмегімен жайып, тағы да жұқалатам. Бірден 4-еуін немесе осылай бір-бірден шет жақтарын басып шығартуға болады. Ортасы қатты қалың болып кетпеуі керек. Сол үшін ортасы қалың болып кетіп жатса, кішкене оқтаумен басып жібереміз. Және де оқтауымызға орап, осылай қамырды созатын боламыз. Негізі барлығын бірден орап 4-еуін ешіп созуға болады. Дегенмен бірінші рет істегенге ол қиындау болуы мүмкін, сондықтан кішкене көлемін үлкейтіп аламыз. Осылай барлығын созып шығамыз. Одан кейін 4-еуін қатар оқтауымызға орап алып созатын боламыз. Негізінде осылай созу міндетті емес, қамыр сияқты жая беруге де болады. Тек осылай созу арқылы уақытты үнемдейміз. Егер осылай созатын болсаңыз, ұзын оқтау қажет болады, және оқтаудың бір ұшын өзіңіздің бөксеңізге тіреп қойып созасыз. Сондай-ақ тағы ескеретін жайт, бір шет жағында тұрған қамырды тағы да сырт жағына қоюға болмайды. Себебі сырт жағындағы қамыры тез жұқаратындықтан ол жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан ортасында болған қамырды бетіне шығарып, бетіндегісін ортасына салып, солай кезектестіре отырып созамыз. Яғни екі қолымызды ортасынан бастап, шетіне қарай тартып қамырымыз созамыз. Бізде осындай артынан жазу көрінетіндей жіп-жылы қамыр жасалынуы керек, және де тесіліп жыртылса ештеңе де кетпейді. Оны ортасына салып жібереміз. Және әрбір қамырдағы крахмалды осылай губканың көмегімен немесе щеткамен алып тастаймыз. Баклаваға міндетті түрде ерітілген сары май қолданылады, яғни топленое масло. Және де форманың көлемі 25-35. Менде кішірек болғандықтан мен 2 түрлі формаға жасадым. Дайындап қойған қамырымызды осылай 2-ге бөктеп, ыдысымызбен өлшеп кесіп аламыз. Және ашылғаннан кейін тағы да 2-ге бөлеміз. Бүтін жерін бөлек және жанынан кесіп алған қалдық қамырларды бөлек жинастырамыз. Енді баклавамызды жинаймыз, астына 3 бүтін қамырды жаямыз. Ортасына ештеңе жақпаймыз. Осы 3 қамырдан кейін майды кішкене сеуіп шығамыз, қатты көп құюдың қажеті жоқ. Осы 3 қабаттан кейін жанынан кесіп алған қалдық қамырларды 2 қабат етіп төсеп шығамыз. Жақсылап төсеп алғаннан кейін тағы да майымызды кішкене сеуіп шығамыз. Одан кейін тағы бір қалдық қамырдан бір қабат және екіншісін бүтін қыламыз.
бүтіннен кейін жаңғағымыз себетін боламыз. Яғни жаңғақты себердің алдындағы қамырымыз бүтін болуы тиіс. Негізі бұл баклаваға өзіңіздің қалауыңыз бойынша ұнатқан жаңғағыңызды себуге болады. Мен грек жаңғағын осылай үгітіп салдым. Яғни жаңғақтан кейін тағы да бүтін қамыр жібереміз. Одан кейін қалдық қамырларды жаюға болады. 2 қабаттан кейін тағы да осылай май себеміз, және де тағы 2 қабат қалдық қамырлардан төсеп шығамыз. Және де тағы да майымызды сеуіп, үстіне 3 қабат жібереміз. Ең бастысы бетіндегі қабаты бүтін қамыр болуы керек. Бетіндегі артық қамырларды пышақтың жүзі өтпейтін екінші жағымен осылай кіргізіп жібереміз. Егер де өтетін жағымен, кесетін жағымен кіргізсеңіздер, қамырымыз жыртылып кесіліп кетеді. Одан кейін осылай 4 саусақтың көлемімен немесе 3 саусақтың көлемімен, яғни формаңызға байланысты осылай өлшеп, пышақты қатты баспай, тек ұшымен кесіп шығамыз. Егер де пышақты жатқызып кесетін болсаңыздар, онда қамыр ашылып кетеді. Ұшымен кескендіктен біз соңына дейін жете алмаймыз, сондықтан ыдысымызды кері айналдырып, кесілмеген жерлерін тағы да пышақтың ұшымен кесіп жібереміз. Кесіп алғаннан кейін осылай еріп тұрған сұйық майымызды қамырдың бетіне жағамыз, және де жандарына құйып кішкене кіргізіп жібереміз. Егер сізде әсел пеш сияқты асты-үсті жақын пеш болатын болса, онда 160 градуста астын 20 минут, асты-үстін 35 минут пісіреміз. Ал егер қарапайым пеш болатын болса, онда 180 градуста астын 20 минут, асты-үстін 30-35 минут пісіріп аламыз. Баклава пісерге 10 минут қалғанда сиробымызды дайындаймыз. Ол үшін осылай қантқа сүтімізді құйып, пешке қоямыз, үнемі араластырып тұрамыз. Қантымыз ерігенше, себебі аста жабысып қалуы мүмкін, және де қантымыз толықтай ергеннен кейін қайнатуға жақындатып, астын шығарып қоямыз. Қайнауға жақындағанда астын өшіріп тастаймыз. Күйінде пісіп тұрған баклаваға құямыз. Сол кезде реакция жүретін болады. Ал егер сиробымыз суып кеткен болатын болса, дұрыс сіңбейтін болады. Сондықтан да баклава да сиробымызда ыстық күйінде болу керек. Одан кейін алдымен бөлме температурасында, одан кейін тоңазытқышқа салып суытып аламыз, және үстіне қалауыңыз бойынша осылай жаңғақ сепсеңіз болады. Осымен баклавамыз дайын, өте сочный болып шығады. Беті қытырлақ бір жеген адамды өзіне ғашық қылатын осындай баклаваны міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.